Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен ақжелкен жапырағынан маска дайындау жолдарын айтатын боламын. Көпшілігіміз ақжелкенді тағам түрінде пайдаланамыз. Ақжелкен жапырағының құрамында К және С витаминдері бар. Витаминдерден басқа да оның құрамында минералды заттар көп. Ақжелкеннің бетке пайдасы әжімдерді азайтады. Беттегі дақтарды кетіретін қасиеттері бар. Сіздермен бүгін 4 түрлі маска жасау жолдарын көрсететін боламын. Бірінші маскамыз ақжелкен жапырағынан жасалған маска. Ақжелкенді езіп шырынын аламыз. Оны ватный диск немесе кисточканың көмегімен бетімізге сүртіп шығамыз. 30 минут бетімізде ұстап, оны таза сумен шайып тастаймыз. Екінші маскамыз лимон мен ақжелкен шырынынан дайындалатын маска. Ол үшін лимон шырынын біраз қасық, ақжелкен шырынын біраз қасық езіп аламыз. Екеуін біркелкі көлемде қосып араластырып, бетімізге жағамыз. Бетімізде 40 минут ұстаймыз. Үшінші маскамыз қаймақ пен ақжелкеннен дайындалатын маска. Ол үшін бетімізге 2 ас қасық қаймақ, 2 ас қасық ақжелкен шырынын қажет. Екеуін араластырып, бетімізде 30 минут ұстаған соң, оны жылы сумен жуып тастаймыз. Төртінші маскамыз бал мен ақжелкеннен дайындалатын маска. Ол үшін бізге 2 ас қасық бал, 2 ас қасық ақжелкен шырыны қажет. Екеуін бір көлемде араластырып, қосамыз. Жақсылап араластырып, бетімізде 40 минут ұстаймыз. Содан соң бетімізді жақсылап жылы сумен жуып тастаймыз. Маскаларды аптасына 2 рет жасауға болады. Егер видеомды көріп отырсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.